Сәлем баршаға. Бүгін сіздермен ашытқысы жасалатын тоқаштар, яғни булочки жасаймыз. Видеоны көрместен бұрын каналыма жазылып кетіңіздер. Бізге қажеті сүзбе, кез келген сүзбе түрі болады, творог, бір жұмыртқа, май, ванильный қант, шекер және ұн қажет болады. Және міндетті түрде қопсытқыш. Алдымен барлық сұйық ингредиенттерді қосып, сүзбемізді езіп, сұйықтық дайындап аламыз. Сұйық ингредиенттерімізге қантты да қосып жібереміз. Өзіңізге ыңғайлы болған жағдайда жақсылап араластырыңыз. Дайын болған сұйықтығымызға құрғақ ингредиенттерімізді салып, жақсылап араластырып қосамыз, яғни ұн, қопсытқыш және ванилин. Жақсылап араластырамыз да, ұнымызды салып, қамыр жасап аламыз. Қамырды да өзіңізге ыңғайлы болған жағдайда араластырыңыз. Егер сізге ыңғайлы болса, қолмен араластырыңыз. Ұнның құрамына қарай кішкене 20-30 грамм әрлі-берлі ойнауы мүмкін. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Қамырды ұзақ уақыт илеудің қажеті жоқ. Дегенмен қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болса болды. Міне қамырымызды илеп болып, ұнға малып, жақсылап жайып шығамыз. Жайған кезде қалыңдығы 1 сантиметрдей болсын, қатты жұқа болып кетпесін. 4 бұрышты қылып жайсаңыз да болады. Ол ешқандай рөл ойнамайды. Жақсылап жайып алған қамырымыздың бетіне бөлме температурасындағы сары майымызды жағамыз. Майдың бөлме температурасында болғаны дұрыс, өйткені жаққан кезде қиналмас үшін. Егер май қатты болса, тоңазытқыштан шыққан болса, ол әр жеріне әртүрлі болып жағылады. Бір жері майлы, бір жері майсыз болып қалуы мүмкін. Сондықтан бір келкі етіп барлық жеріне жағып шығамыз. Енді ішіне қант пен кәдімгі корицаны араластырып, бір келкі етіп сүйіп шығамыз. Жақсылап араластырамыз да жағып шығамыз. Корицаның аромат иісі енді мұрынды тесіп жібереді. Бұның ішіне тағы да грек жаңғағын, мейіз немесе тағы да қоспаға қосатын жаңғақ, дәнек түрлерін қоссаңыз болады. Дегенмен мен тек корица мен қант қосқанды жақсы көремін. Бұл тоқашымыздың қамырының өзі өте нәзік, сүзбе қосылғандықтан. Бір келкі етіп жағып шыққан соң, рулет қылып орап шығамыз. Қамырдың астына жабысып қалмауын қадағалаңыз, және пісіретін листіміздің үстіне қоямыз да, пергамент қағазының үстіне ортасынан пышақпен кесеміз, түбімен кесеміз, асты да толық кесілетін болсын.
абайлап іші ашылып кетпестен өріп шығамыз. Өргенде былай икстап бір-бірінің үстінен өткізіп өріп шығамыз. Міне, қамыр өте нәзік болғандықтан кішкене осы процесс қиындау болады. Дегенмен өте әдемі болады. Міне, дәл осылай өреміз де астыңғы жағын жабыстырып қоямыз. Ал үстіңгі ашылмай өрілмеген жерінде кішкене әдемілік, сәндік үшін реттеп жібереміз де духовкаға 170-180 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Піскенін өзіңіз қарайсыз, кішкене духовкаңыздың күшіне қарай, және піскен соң кез келген өзіңізге ұнайтын тәсілде әрлеп шығасыз. Мен сахарный пудра септім, дегенмен бетіне крем жақсаңыз да, ол өзіңіздің қалауыңыз. Беті қатырлақ болады, дрожж қосылмағандықтан, іші өте жұмсақ булочки болады. Менің балаларым өте сүйіп жейді бұл булочкиді, өйткені бұның иісінің өзі бүкіл үйді алады. Осы видеоның астына пікіріңізді жазып, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіз.